Естірмей кетеді. Қысқа нұсқа сұрақты қояйын, мен Шымкент жақтың қызымын. Қысқа нұсқа сұрақ қояйын, мен Шымкент жақтың қызымын. Біз жақта Құран оқытқан кезде, кәдімгі 7 істеген кезде, үйде атам өзіміз оқитын, үлкен ағам оқитын. Ал мен енді мына жаққа келіп көрдім, бұл үйде атам күйеуім болса да, енем оқи береді. Ол қабыл бола ма, болмай ма? Сен өзі таяқ жейін деп жүрген кезде сияқтысың. Шығып кет алыс абайла. Қазір жеткізіп барады, сенің келінің құтырыпты деп. Оқи береді. Құранды қыз да оқиды, ұл да оқиды, кемпір да оқиды, басқа да оқи береді. Оқи беріңіздер. Кім оқыса да ол оқысын. Алланың сөзі еркектердің монополиясы емес. Еркек те оқиды, қайта қыздың оқыған жақсы. Енді сенің енең кішкене командир дамығозыр екен. Сондықтан кішкене авторитетный кемпір екен. Сондықтан сен деме оқыса оқи берсін, ол уже шалды сынып тастаған кемпір. Сондықтан сені сынып қалмайын десең, қолын жайып апамдікі дұрыс деп әумей деп отыра бер.